Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен пішіні қозықұйрық тәрізді печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге бөлме температурасына тұрған сары майымызды және қант ұнтағымызды салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Араластырып алғанымыздан кейін жұмыртқамызды салып, тағы бір араластырамыз. Шымшым тұзымызды және крахмалымызды саламыз. Жүгері крахмалын жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызға қопсытқышымызды салып араластырып, сетадан өткізіп саласыздар. Ұнды бірден барлығын салып жібермеңіздер. Бөліп салыңыздар. Өте жұмсақ қамыр шығады. Қолымызбен иілеп, қамырымызды жақсылап біріктіріп аламыз. Қамырды иілеп болғанымыздан кейін ешқандай да тоңазытқышқа салудың қажеті жоқ. Бірден формаға салып, дөңгелектеп, формада осылай дөңгелектеп қойып аламыз. Арасын алшақ етіп қоямыз, өйткені піскен кезде бұл үлкейеді. Енді какаомызды бетіне осылай басып алып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минутта пісіп шығады. Міне достар, пісіп шықты. Өте дәмді, керемет печенье болып шығады. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Айзада. Каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.